Сәлем достар, сонымен бізде көптен күткен Альфа Академиясының Easy оқу онлайн жобасының екінші бөлімі. Біздің каналға жазылып, лайк басып, және де пікірлеріңізді комментарийда жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен бастайық. Hello friends, today we are going to speak about present simple. Present simple яғни қарапайым осы шақ. Осы шақ дегеніміз күнделікті немесе белгілі бір уақыт сайын қайталанып отыратын іс-әрекеттер тобы. Мысалға, біз күнде жұмысқа барамыз, біз күнде ұйықтаймыз, біреулер сабаққа барады, аптасына 2 рет мүмкін залға баратын шығарсыздар. Осының барлығы present simple. Тіпті жылына 1 рет мереке тойлайтынымыздың өзі де present simple. Сонымен present simple'дың сөйлемінің құрылымы қандай? Ең бірінші бізге қажет бастауыш, ол subject және де verb, баяндауыш. Subject plus verb. Мысалы, I speak English. Мен ағылшын тілінде сөйлеймін. Бұл жерде I subject және де verb ол speak. Ал егер де біздің бастауышымыз үшінші жақта жекеше формада болса, мысалға he, she, it, онда біз етістікке s немесе es жалғаймыз. Мысалы, he speaks English. Ал es жалғанады егер де біздің етістік ч, ш, x және ss дыбыстарына бітетін болса. Мысалға, he misses his parents. Ол ата-анасын сағынды. Miss ss-ға бітеді, оған es жалғанады. Және де тағы бір ерекше топ бар, ол y-ға бітетін етістіктер тобы. Мысалы, cry етістігін алатын болсақ, my little brother cries. Яғни cry бізде y-ды алып тастаймыз да, оның орнына es жалғанады. Сонда cry, cries болып өзгеріске ұшырайды. Және де тағы да 6 етістік бар. Ол етістік ешқандай ережеге бағынбайтын, өздігінен өзгеріске ұшырайтын етістіктер тобы. Ол go, бару, goes болып өзгереді. Do, жасау, істеу, does. Have, бір нәрсе менде бар. Ал егер ода бар болса, has. Play, ойнау, plays, y-ды алып тастамаймыз, көрдіңіз бе? Және де enjoy, бір нәрсеге рахаттану, ұнату, enjoys, және stay, тоқтау, stays. Тоқтау бір жерде қону деген мағынада қолданылады. Бұл бізде present simple'дың болымды түрінің жасалуы. Өздеріңіз сөйлем құрап көріңіздер. Апай, саламатсыз, кешіріңіз кіруге болады ма? Excuse me. Саламатсыз, апай, кіруге болады ма? Қайда жүрсің? Сағатым ақтеу бойынша қалып кетеді, кешіп қоптым, 1 сағатқа бола ма? Excuse me, teacher, for interrupting your lesson and being late, but could you let me to ask you to enter this classroom, please? Excuse me, teacher, may I come in? Excuse me, teacher, can I enter? Ал енді осы present simple'дың болымсыз, negative және де сұрақ түрі question жасауды үйренейік. Сонымен бізге бұл үшін do және does көмекші етістіктері қажет болады. Бұл етістіктер negative болған кезде қастарына not қосылады, мысалға don't және doesn't, ал сұрақ болған кезде сөйлемнің басына шығып кетеді. Сонымен біртіндеп талдайық. Бірінші, I speak English болымды сөйлем. Ал осыны negative жасайтын болсақ, I do not speak English. Яғни мен ағылшынша сөйлемеймін. Немесе қысқартылған түрі I don't speak English. He speaks English. He does not speak English. He doesn't speak English. Яғни he, she, it да does, ал басқа I, you, we, they да do қолданамыз. Енді байқағаныңыздай he doesn't speak English сөйлеміндегі
сөйлемнің ортасында does тұрғандықтан біз болымды сөйлемде болған s жалғауын speak сөзінен алып тастаймыз. Енді сұрақ жасайтын болсақ, do you speak English? Сен ағылшынша сөйлейсің ба? Yes, I do. Я, мен сөйлеймін. No, I don't. Жоқ, мен сөйлемеймін. Does he speak English? Ол ағылшынша сөйлейді ме? Yes, he does. No, he doesn't. Яғни, does бен do сөйлемнің басына шығады да, қысқа жауап берген кезде yes, no деп, сол сөйлемнің соңына do, does'ды қосасыздар. Бұл бізде negative және question түрін жасау ережелері. Сонымен сіздерге үйге тапсырма, өздеріңіздің бір күндеріңізді толығымен сипаттап present simple'ды жазасыздар Word форматында, және де оны біздің почтамызға жіберіңіздер. Почта төменде көрсетілетін болады. Осы почтада мен барлықтарыңыздың жұмыстарыңызды тексеремін де, келесі бағдарламада міндетті түрде оны қосатын боламыз. So, good luck! көшеге сыймайсың ба? What are you talking about? You just hit me, you smashed my phone, yeah, you smashed my phone. Онда түсінбеймін онда You бәлем smashed мен. my damn phone. You smashed my phone. You Нақ walking- боқтап тұрсың сені. You weren't looking at where you Just were a going. bomb. You weren't Just- looking at where we're going. It's Smash my damn Bas phone. me, let's go. Дейін білмеймін. Coming. To where? Жүріп ал. Ағылшын курсы па мына жер? I'm telling you, you Ағылшынша have to pay білетін бір that. кісі бар ма? You smashed it. Тұра тұр. Жаңа көшедегі Oh, жатсам, no, you Мына мен ерекс қой, мен smashed my боқтап жатырмын. phone. Тоқтаңыз. You smashed. мына қарасам боқтап тұр ғой қазірдің өзінде. Тоқтап отқан жоқ, тоқтай тұрыңыз. You smashed my damn phone. Oh, could you explain me, please? Yeah, we were walking on the street. He wasn't looking where he was going, and he hit me and smashed my phone. Look at my screen, it's all shattered. Боқтап тұр Жоқ, ол сізді боқтап тұрған жоқ. Жаңа көшеде келе жатып, оның телефон соғып кетті. Сөйтіп ол түсіріп алғанда ол сынып кеткен. Сізге соны айтып жатыр ол. Кешірдің не? Sorry. Sorry. Yeah, Мен ағылшын. What I was trying to say. Sorry. Ағылшынша білмеймін ғой мен. Оқу керек демек ағылшынша. Оқу үйренуге болма? Иә, осы жерде үйрене берсеңіз болады. Уақыт жоқ қой мен ағылшын. А бізде айтпақшы онлайн бар ғой, уақыт болмаса. Қалай онлайн? Онлайн YouTube-ға кіріп қосып қойып қарай бересіз. Тегін еще. Осы жерде бола ма не? А еще жерде де болады, мына кабинеттер. Күштігін. Мына жерде ме? Бәрі. Сәлем достар, бізде бүгін қонақта Нұрсұлтан Жақсеген. Саламатсыз ба, Нұрсұлтан? Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен ағылшын тіліндегі күнделікті өмірде қолданылатын базалық сөз тіркестерді үйренеміз. Сонымен дайынсыз ба? Дайынмын. Былай ағылшынға қалайсыз? Жақсымын. Жақсысыз ба? Одан да күшті боласыз енді бүгіннен бастап. Сонымен бізде бірінші фраза ол have етістігімен have breakfast. Have breakfast. Have breakfast ол таңғы ас ішу. I have breakfast. Have breakfast. Мен таңғы ас ішемін деген, Мен таңғы ас ішемін. Ал енді осы breakfastты өзгертетін болсақ, lunch және dinner сөзіне онда болады have lunch түскі ас. Have lunch. Түскі ас. Түскі ас. Ал have dinner кешкі ас. Have dinner. Кешкі ас. Окей. Ағылшынша ойнау қалай болады білеміз ба? Ойнау. Дұрыс айтасыз, play. Сонымен, play the piano. I think деп ана мен ойлаймын деп кәдімгі ұзақ орысша ағылшыншаларын қосуға болады, бірақ білмеймін. Ал сізге жегіне берейік. Мақұл, play the piano. Play the piano. Play the piano, пианинода ойнау. Иә. Бұл жерде пианиноны өзгертіп, кез келген инструментті қоя берсеңіз болады. Мысалы, домбырада ойнайсыз ба? Домбырада ойнаймын. Гитарада. Гитарада ойнаймын. Онда айтасыз, I play the guitar, I play the piano, play the домбыра. Please ғой? Нет, play the. I play the guitar. I play the домбыра дегенше. Домбыра. Окей. Next one. Play football. Play football. Бұл жерде уже ойынмен ойнау. Yeah, play PlayStation деген бола ма? Yes, play PlayStation, good job. Next, келесі go мен білетін популярный фраза қандай еді? Go? Yeah. Америкада болған Нұрлан Қоянбаевпен. Go to school. Не емес па? Фильм. Фильм «Бизнес по-казахски». В Америке. В Америке. Yeah, go to school деген Иә. мектепке бару. Иә. Ал егер де үйге барсаңыз, онда go home. Go home. Мен үйге барамын, I go home. I go home. Окей, ұйқыдан тұру
бірінші ояну, ол болады бізде wake up. Wake up. Make up деген ол емес па? Wake up деген ол мүлдем қатысы жоқ, ол бетке байланысты. Wake up ол ұйқыдан ояну. Wake up. I wake up десеңде мен ояндым. Мен ояндым болады. Ал егер де сіз ұйқыдан тұрып кетсеңіз, төсегіңізден, онда I get up. I get up. Yes, wake up, get up. I get up. Сонымен басынан қайталап алайық. Have breakfast, Have breakfast. have lunch, Have lunch. have dinner, Have dinner. play the piano, Play the piano. play football, Play football. go to school, Go to school. go home, Go home. wake up, Wake up. get up. Get up. Есіңізде қалды ма? Иә. Okay, thank you for coming. Қымбат достар, ағылшынша үйреніңіздер, шетелге шығуға зор мүмкіндік алатын боласыздар. Бізге келіңіздер міндетті түрде. Okay, thank you. Goodbye. Сонымен екінші бағдарламаның соңына да жеттік. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Үй тапсырмасын мына поштаға жіберуді ұмытпаңыздар. Сонымен келесі кездескенше. See you.